Бас тарту, бас асу, кәде жиын тойда, аста, қонақ күткенде сойылған малдың басын қадірлі адамға сыбағалы, кәделі сыйлы мүше ретінде тарту. Үйітілген қойдың басы піскен соң маңдайынан тіліп табаққа салып әкелу қазақ арасында баяғыдан бар. Мұны қазақта бастың жолын ашу деп атайды. Мұнысы тігінен түскен біздің жол, көлденеңінен түскен сіздің жол дегенді білдіреді. Қазақта қонаққа басты тартқанда оң жақ құлағын кесіп алып, қонаққа оң құлақсыз тартады. Бұнысы ырысым несібем өз үйімде, өз босағамда қалсын дегені. Оң жақ құлақтың орнын жілік толтырады, яғни басқа асық, ортан жілік сияқты кәделі жіліктерді қосып тартатын болған. Қазақта қандай малдың басы болса да тісі қағылмаған басты тарту арам болып саналады. Ал Жетісу, Шығыс, Моңғолия, Қытай қазақтары малдың тісін қақпайды. Арасын шемен мұқият тазалап, жуып асады екен. Осыған қарап, қонаққа жас мал сойылды ма, әлде кәрі мал сойылды ма, соны аңғарады екен. Дей тұрғанмен бұл салт-дәстүр қазірге дейін сақталып қалған. Үйге жасы үлкен қадірлі сыйлы қонақ келгенде алдына міндетті түрде бас тартамыз. Менің жағдайымда бас пен сирақты бірге асамын, яғни бас пен сирақты жақсылап үйітіп, бастың тісін қағып, жақсылап тазалап жуып, тереңдеу ыдысқа су құйып, басты салып қайнатып аламын. Көбігін алып басқа сираққа дәм беру үшін пияз, сарымсақ, өзіңізге ұнаған аскөк түрін пайдалансаңыз болады. Арнайы қатырылған тұз, лавр жапырағын салып, жақсылап тұрып сапырып алатын боламын. Сапыру бұл өте маңызды процесс. Бұл әдісті бес бармақ кез келген сорпаның түрінде жиі қолданамын. Сіздерге де соны кеңес етемін. Егер сорпаңыз балғын әдемі болып шықсын десеңіздер, түсі әдемі болсын десеңіздер, осылай жасап көріңіздер. Қазіргі таңдағы кафе ресторандағындай заманауи нұсқамен ұсынғыңыз келсе, осылай жасап соуспен ұсынсаңыз болады. Алдымен кетчуп пен майонезді салып алып, үстіне ұсақтап туралған сарымсақ, майдалап туралған аскөк, 3-4 ас қасық салқын су құйып, жақсылап біркелкі массаға түскенше, біркелкі күйге енгенше араластырып алатын боламыз. Ең жеңіл дайындалатын соусымыз осымен дайын болды. Пісіп дайын болған басты сирақты сүзіп аламыз да табақты безендіріп, сонда жайғастыратын боламын. Оң құлағын кесіп, маңдайын қасқалап, қонаққа тартуға дайындай бастаймыз. Мен осылай салатпен безендірдім. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Келесі кезекте мен сіздермен әсіптің рецептісімен бөлісетін боламын. Видео қызық болса, сіздерге каналыма жазылып алыңыздар. Құрметті көрермендер, мен ұсынып отырған бас тарту рецептісі сізге ұнады деген ойдамын. Рецепт ұнаса, сақтап каналыма тіркеліп алыңыз. Тіркеліп жатқан әрбір жанға, мені қолдап жатқан әрбір жанның жүрекшесіне үлкен рахметімді айтқым келеді. Барлығыңызға ас болсын.